қалайсыздар? Мен түйенің сүр етінен қыстан қалған палау істеп көрсетпекшімін. Міне бұл да қазының майы, мынау да қазы. Мынау өркеш, түйенің өркеші сүр болған. Мынау сүр ет. Мен тұздаған кезде бұрыш, зіра, тұзды қосып сүр еттен палау істеп көрсетемін. Майдалап пиязын турап алдық. Қазір сәбізін тураймыз. Турап болдық. Міне сар сәбіз өте шірелі болады. Палауға жақсы болады. Сар сәбіз барынша үйде қостым. Мен сәбізін турап болдым. Қазір етін турап қуыра бастаймын. Қандай әдемі көрінеді. Бұл енді көп сақталған сұр қазы. Етімізді, қазымызды турап алдық. Өркешімізді қазір жуып қазанға салатын боламыз. Бисмилла деп бір шөміш майымызды құйдық. Етімізді салдық. Міне 250 грамм сәбізіме 250 грамм күрішімді өлшеп алдым. Қызылы қуырылғасын үстіне жуамыз, саламыз. Енді қызартып әбден дәмін шығарып қуырамыз. Күрішімізді тазалап, әбден қайта-қайта жуып, үстіне ысы су құйып, бір қасық тұз салып қоя тұрамыз. Міне пиязымыз сарғайып, иісі шығып, әбден қуырылған кезде үстіне қазір сәбізін саламыз. Қойып тұрамыз, бетонымызды. Сәбіз әбден өсіп қуырылған кезінде үстіне 2 кесе су құям. Ауқатымыз әбден қайнады. Енді үстіне әдемілеп бүйтіп күрішімізді салатын боламыз. Етіміз әбден қайнап пісті. Жарым сағат қайнады. Етіміз әбден пісіп, енді үстіне күрішін салып, астын шамалы көтереміз. Міне үстіне азғантай су құйдым. Күрішті өстіп жауып тұру керек. Міне астын паситіп, күрішімізді аударып, ортаға үйіп, үстін қасықпен кесіп. Қазір азғантай суы бар, сол тартылғасын. Міне бетіне қақпағын жабамыз. 15-20 минутқа қойып қоямыз. Міне уақыты болды, пісті, өшіреміз астын. Қазыларда жаңағы езіліп, әдем болып пісіпті, шашырап, күріші. Міне осы рецептпен сіздер де істеп көріңіздер. Өте дәмді болып шығыпты. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, пікір жазып, лайк баса кетіңіздер.